Той ақындікі, көкпар батырдікі деген. Өткен ғасырдың аяғындағы той сахнасының тарландары кімдер еді? Өмірдің қатал екен әдемі әнмен жеткізген Өктем Алтаев қазір қайда? 30 жыл бұрынғы киім стилінің қайта жандануына не себеп? Өткен бағдарламада астарлы ақиқат 90-шы жылдарға сапар шеккен болатын. Аталмыш уақыттың әндері мен әншілері әлі де хит. Солардың бірегейі Дәрібаевтар ансамблі. Сендерге әрдайым орны бар, ау-тау түріне қоныңдар. Ақ тілек атамыз мінекен, бақытты болыңдар, болыңдар. Бағдарлама бастала салысымен-ақ сарапшылар палаткадағы тойларын еске түсірді. Бәленшейіптер әулетінде бүгін той. Құтты болсын, ағайын! Дәл осылай өрбіген бағдарлама Дәрібаевтардың қызықты оқиғаларына ұласты. Онан соң әлеуметтік желіде хит болып жүрген 95-ші жылдың тойындағы музыкант та студиямызға келіп қосылды. Міне аға қарыңыз. Сап тұр ғой. Анасы әйеліңіз ба? Қазір сұрақтың бәрін қоямыз, аға отырыңыз. Таныссыз танылған Бүркітбек мырза 95-ші жылы болған палаткадағы тойдың жай жапсарын баяндап берді. Бағдарлама барысында тағы бір күтпеген жайт орын алды. Араға 25 жыл салып, Бүркітбек әріптес әншісі Гүлмирамен кездесті. 25 жылдан кейінгі кездесу өзгертті ме? Жаңағы суреттегіден бұл басқа ма? Шаш сол қалып екен. Шаш, иә. Бірақ адамда көз өзгермейді дейді ғой. Ауыл тойының сәнін келтірген Бүркітбек пен Гүлмира 25 жылдан кейін сол бір әнді астарлы ақиқат студиясында қайта орындады. Сағаттар сызбайды, минуттар жылжиды, жастық шақ өтеді, мұңайма үрбейді. Сол 90-шы жылдары хит болған, тойдың сәні болған қазір әндерге бір қысқаша шолу жасасақ. Экранға назар аударуларыңызды сұрайым. Кім білет сөздерін қосылып алып отырған сәт? Сендер ғой кетіп бара жатқан. Жеңгесімен ұрып аты бұл бейді. Атылар алдым, жақсы қызды. Атылар алдан басқа қыздым, олар сүймейді. Атылар алдым, ән саламыз. Алмады деп бейді. Атылар алдым, бейді. Аналарысы блатной алдым ауды. Жылама, мақсаттың тоқтауға саған болама. Ой бай. Комбиді қарсай комбиді. Осы үзілеміз баға. 220 тұраңыз өзден. Өктем аға. Өктем аға. Студиямызға 90-шы жылдардағы хит әндердің авторы, орындаушысы, хитмені болған Туға Өктем Алтаевты. Өкіметтен. Өктем Алтаев. Асарлы қатыр студиясында. Aşkım, mağabat.
алдымен әңгімелесейік, одан кейін би билейміз. Сіздерді қатты сағындық, сізді баршамыз қатты сағындық, солай ғой, тойымыздың тура міне қызған шағында келіп жатырсыз, өте қуаныштымыз. Сізге қоятын сұрақтарымыз өте көп, солай ма, қымбат сарапшылар, дайындалып отырайық. Ең алдымен, аға, есімнен бастағым келіп отыр. Өйткені сіздің екі атыңыз бар екен. Азан шақырған есіміңіз Октябрь. Біз білетін есім Өктем. Сонда қайсы рас, қайсы? Мен азан шақырып қойылған есім Октябрь. Неге Октябрь? Енді ол Октябрь социалистік революциясының 50 жылдығының қарсаңына толған. Содан соң Октябрь Жарылқапов деген қазақтың тұңғыш волейболист кісі болған. Тұңғыш Қазақстан чемпионы болған волейболдан. Сол кісінің атынан менің атымды әкем редакцияда істеп жүрген кезде, Қазор тынысы газетінде жауапты хатшы болып істеп жүрген кезде, сол Қазор тынысы газетінің редакция мүшелерінің бәрі отырып, сол Октябрьді мен есімді қойған. Жақсы. Мен енді сол 90 жылдар осы Октябрь деген есіммен халыққа танылдым. Алтайыптар ансамблінің әншісі болдым. Сол кезде Октябрь болып жүрдім. Енді кейін тойға сізді Октябрь келсін деп, Октябрь өлең айтып жатыр деп сөйтіп хабарлайтын еді? Октябрь Алтаев деп кассета былай мен солай айтты ғой. Маған Октябрь деп әлі күнге дейін мен бірге оқыған класстастарым, группаластарым, палшандарым мен Октябрь деп айтады. Ал енді кейін Өктем болып кеткен себебі мен бала кезден мен әжем Өктем деп еркелетіп айтады. Нағашы әжем қойған мен атымды. Ұқсас қалай, Енді Алтайыптар ансамблінде мен өзім жеке жаңағы творчествомды жеке жаңағы творчество жолын қолдағаннан кейін енді сол Алтайыптардан қалыптастырған Октябрь атымды емес, мен өзім Өктем Алтайыпты қалыптастырамын деп, сол Өктем деген атты алып шықтым сахнаға. Рахмет аға, рахмет жауабыңызға. Қай бір әнді айтсам екен деп ойлап тұрмын. Ақ сәулем, жұмбақ қыз, қуарақ, жалпы сіз үшін ең ыстығы қайсы? Міне, мен маған алып келіп, жаңағы нені қойып бастыр ғой? Кассетамда лентасы шайналып кеткен ба, скорость жылдан болып кеткен ғой, бір атыла болады, діңгір-діңгір үйтіле бады. Осыны бұлай басын айландырасың, майты оны істемей қалады ғой, несі? Болмаса карандашпен. Ол кезде қыздардың саусақтары жиі болады еді ғой біздің қыздардың. Ондай саусақ қалмады ғой. Бұлай саусағын қыздартық жібереді да. Бүйтіп айландырған кезде кассет айлам сөйтіп басына қойып, сөйтіп әндеріне алады. Енді ана жер сызып қойып қаға басталатын жерін. Вальс басталатын жерлері бар. Соны тұсына кеп сызып қойды, анадан асып кетсе, вальс сөздері басталып кетеді. Сол кездегі айтқан әндердің бәрі мен үшін ыстық, ешқандай біреуін бөліп жарып айта алмайсың. Өйткені жаңа өздеріңіз көрдіңіздер ғой, жаңа тойдың басқанда көрген кезде бізді мені Қазығұрт ауданы, оңтүстік Қазақстанның оңтүстігіне, жаңа Қазығұрт ауданынан бізге Сарыағаш ауданы, ар жағы Ташкент қаласы жақын болатын. Сол себептен біз жақтағы тойдың форматы мүлдем бөлек болды. Біз жақтағы тойда сағат қыздар отыр ғой, 7 сайдың қыздары. Таңғы сағат 8:30-нан біз баратымыз тойға, кейбір тойларға. Дайындық ба әлде? Біріншіден таңғы сағат 8-де үйден шығасын, біздің үйіме жаңа тойхананың арасында бір 200 километр сондай болса, сол жолды есептеп 1 сағат бұрын шығасын да, барғаннан кейін сағат 11-ден бастап той басталады. 11-де аппаратураны жайғастырасың, 12-де жаңа күндіз палау берушеді ғой. Күндіз бір той болады. Ауылға палау беріп отқан кезде, қазаншы бейт, қазанын бейт көтеріп жүрген кезде, біз музыка ойнап тұрамыз. Ана жердегі аура. Енді ана жерде музыка ойнап тұр, тойдың бүкіл ауылғана музыка жаңғырып тұрады. Ана жердің аурасы енді сөзбен жеті салмайсың. Не деген энергетика. Ана тамақ істеп жүрген, жаңағы қазанын бейт қотарып жүрген өзбектердегі бастарына орамал тартқан еркектер істеп жүреді ғой, бейті қазанды көтеріп. Солардың өзі жаңа билеп тұрып, тамақты бір палаудың өзін бір жаңағы шын көңіл күймен де бір ана музыканың ырғағымен саған кезде ана палауды сағат 12-де шақырады, бірге палау береді. Ал адамдардың қарасы көрінгеннен өлең айтасың, жаңа әнді бастайсың. Барлығы шат-шадыман. Сағат 2,5 сағат, 3 сағат палау жейді. Соны полный концерт береміз, палау жеп атқан кезде. Бізге палау бұйырмайды. Сіздер қашан тамақ жейсіздер айтқандай ақ? Біз тамақ жемейді. Шай ішеміз. Бөлек стөл жасап қою талап ететін бе? Жаңа мен айттым ғой, ерте барасын дедім ғой. Сол ерте барған кезде бізге ішіп жеп алады. Жақсылап тамақты үйіп төгіп беретін алдымызға. Жақсылап тамақ жеп аласың. Осы ансамбльдің қарны тоқ болса, әншілердің қарны тоқ болса, көңіл жақсы болса, той жақсы өтеді деп, бәрі бізді қошеметтеп, құрметтеп жаңағы. Бәрі ауыл ақсақалдар, ғалымдар, жігіттер де бізге тамақ беретін.
сөйтіп жағымда 2 жас сияқты отырып алдымызда дастархан бар, тамаққа той жеп аламыз. Тойдыңдар ма дейді, тойдық. Ауылдың мынау ұлдарынан бір таяқ жеп қалған кездеріңіз болған ба? Алтайыптарға, Дәрбайыптарға тек рекеттер мен гаишниктердің ғана қолы жететін. Бүкіл состав болып $100 шығады. Оған көп нәрсе алатын шығарсыз сол кезде. Ойбай. Бір жылқының ғой енді, жылқалар. $1000 алыпсыз ғой сол кезде. Мәселен, Шиман апа болып тойға бару, басқару. Басқармаймын мен. 800 мың теңге мен айтайын, ең арзаны. Ерболаттікі. Қойыңыз. Қазір замандардың ақшасын бүйтіп қарап отырған кезде қызығасың. Ой, қазіргі ақша емес, өктем ау. Қайрат болу үшін бәленбай мың ақша салды ғой оған. Ербол, әңгіме одан емес. Осы кездегі... Олардікі да еңбек. Жоқ. Сіздер өйтіп, біздер сөйттік демеңіздер. Ал кеттік бәріміз бірге алға. Қыздардың киімін көріп, класстас қыздарымды көрген. Досым дедім, көресің дедім, 1-2 жылда Шымкенттің тойы тарс етіп тоқтайды дедім. Жаңағышы басына құлақшынды киіп алған, арақты қойып алған, тура 90-шы жылдары осыдан 1 ай бұрын көрдім ғой, бір ауылда атын айтпай қойған ауылдың. 25 жылдан кейін сіздің де түріңіз тура осындай болады. 25 жылдан кейін сіздің балаларыңыз қандай болады? Қазір видеодан да көріп отырсақ, бір арасында билеп жатып, ерегісіп қалады. Мен есімде, біз неге тойға барғанбыз? Бізді Өзбекстанға Келес аудан, одан кейін Сарыағаш аудан көп шақыратын тойға. Біз Өзбекстанға бір Балғалы деген ауылға тойға бардық. Ташкенттен ары қарай пәленбай километр екен. Енді ол жақта қазақтар тұрады деп ойлаған жоқпыз. Сөйтсек, керемет ауыл бар екен. Сонда азан сағат 11-ден бастап ойнадық. Кеш сағат 8-ге дейін ойнайсың, тойға подаркалар әкеледі жаңағы. Жылқы әкеледі, сиыр әкеледі, қой әкеледі. Қонақтар келіп жатқан кезде музыка ойнап тұрамыз, бәрін күтіп ашылады. 8-де сәл пауза жасаймыз да, қайтадан тамақ ішеміз. 8:30-да қайтадан жаңағы палаткаға той басталады. Сонда біз ұзақ жол жүріп барғанбыз. 11-ден бастап ән айттық 8-ге дейін. 8:30-да қайтадан ән айттық, сол той басталды. Таңғы сағат 5-те тойды зорға бітірдік. Таңғы 5-те қандай тойлары? Анау бас жағында жеңгелер жүреді, біз былай жасайды, билеген кезде шаң көтеріліп кетеді аспанға. Су сеуіп сол кезде сәл тоқтатады да музыканы. Ал жеңгелер су шаш деген кезде жаңа жігіттер қолына шелек келеді, су шашып, ана жерде дымқылдандырып алады. Сөйтіп қайтадан би қарасақ 5:30 біз әбден шаршадық. Уже сағат 2-ден 3-тен асқаннан кейін жаңа жеңгелер су шашатын жеңгелер қалмайды же. Өздері шаршап қалған дейсіз. Шаршап қалған жоқ, кететіндер кетіп қалды. Жаңа жерде билеп жатыр. Сол мен таңғы сағат 5-те есімде, ана жерге шаң көтерілген кезде, тамағым бәрі шаң тұрып, даусым шықпай қалды. Сөйтіп тойды бітірейік, енді қой десек, жоқ, сіздерге қолымыз зорға жеткен алтайыптарға, сонша жерден келдіңіздер, өлең айтыңыздар деп қоймай біз тағы өлең айтып 5:30-ға шейін ән айттық таңғы. 5:30-да ән айтып болып, живой ойлар. Живой ғой жанды дауыста. 5:30-да ән айтып болып, енді қолымызды жуып ішке шайға керек десек, іштен бір жігіт шығып келе жатыр. Ұйқыдан тұрып па? Ұйқыдан тұрып. Ол жаңа бастайын деп тұрып отыр. Сол жаңа шықты да жігіттер, не болды жігіттер, сендер неғып тоқтатып қойыңдар? Деген енді не сөйткенде тоқтатқан емес, біз ішке кіріп жатырмыз. Өлең айтыңдар тағы дейді жаңа. Сөйтсек жаңа ұйықтап, сондай екен. Сол жерде сол жігітпен ерегісіп төбелесіп болған жағдай бар. Сөйтіп бүкіл ауылдың адамдары бізге жабыламыз деп бүкіл енді біз Өзбекстанда жүрміз қайда, біз 4-ақ шофермен 5-еуміз. Жаңағы микрофоннан да микрофон стойкілер болады. Меда стойкілер ғой, қазіргі микрофон стойкілер пластмасс ғой. Ол кезде микрофон стойкілер темір болады. Темір болатын ба, ауыр. Темір былай бәрін ажыраттық та, үшеуміз шаяғын алып алдық. 4-үшімізге ұзын темір беріп қойды, бойы қысқанда. Төбелесетін болса, осымен қорғанамыз деп. Музыканттардың да қаруы бар дедіңіз ба? Сөйтіп жүрген кезде төбелес болған жоқ, біз ішке кіргізіп жіберді. Ертесін азанда тағы бір 2 машина болып келіпті, сол ауылдың бандылары болу керек. Біз артымыздан сопровождение жасап қуып, бізге жолда ұстап ұрамыз деген кезде, сол үйдің бір үлкен әпкесі бар екен. Сол әпкесі тоқтатып, бұл жігіттер бұлардың ұят болады деп, сөйтіп біз әйтеуір сол жақтан аман шыққанбыз. Сондай қыздар болған енді 90-шы жылдардың. Бірақ енді өзім ойлаймын, ол төбелес болған кезде де, ол кезде бір төбелесіп біреуді мұрнын қарап таяқ жесең өкпелеп, мынадан таяқ жеп қалды ма деген бір намыс болмайды, бір әшейін күнделікті бір жұмыс сияқты да,
Әже төбелесі деген Ол кезде жаз жіберу деген жоқ қой. Той тарқамайтын. Дина, тойда төбелес болмаса, Қызық болмады. Гомат деген не болады. Артынан бір бұғы әңгіме болу керек. Қанда қарай өз жаңа Той шаңдар. бастар ғой ол, той бастар. Жоқ. Еще бар ғой, ана палаткада той болады, воротаның алдында бір үлкен ағаны қойып қояды. Ол ана ішіп алғандар ер адамды қақпайды ғой. Ең соңына ана қатты мас болып бара жатыр жастар деген кезде үлкен әжені отырғызып қояды. Әжеге ешкім әңгіме айта алмайды воротаның алдында. Білмеймін, сіздерде біздің ауылда сондай болатын. Әже қолында таяқ жоған деп отырады ғой. Кішкене адам. Ең соңында таңертеңсін таң бозарып атып жатқанда колонканың басында екеуі жатады. Ай, Ерболат, сен сол әжеден қатты әже. Бір таяқ тиген ау саған. Мен ол кезде кішкентай болғам. Иә, ол енді действительно ертесіне той біткеннен кейін той қалай өтті дейді ғой. Ой, той керемет болды, ақыр, ой, төбелес болды дейді. Ол кезде біздің кезімізде мына рекеттердің заманы гүрілдеп тұрған. Иә. Жалпы рекет демекші, осы біз Алтайыптар болып жүрдік қой, осы Алтайыптарға, Дәрбайыптарға тек рекеттер мен гаишниктердің ғана қол жететін. Қалған халықтың қол жетпейтін, өйткені ақшасы өте қымбат болды. Мен Ақтөбенікімін. Бізде бұл кісілер, мен Ақтөбен Шалқар деген жерінемін, Дәрбайыптарды да, Алтайыптарды да Шалқарда көрген жоқпын, бірақ кассетісі сұмдық хит болатын енді. Біздің ауылда тек қана Төреғалидың әкесі бар ғой, Төрәлі, со кісі қоятын ғой жаңағы Өктемаға сияқты ненше. Оның аңсын біле. Төреғалидың әкесі хит болатын. Төрәліні тамада қылып алу бар ма, сұмдық, анау, қиын, ақшасы бар адамдар әрең жалдайтын. Бұл кісілер енді өгізде Шымкенттің өзіне жетпей жатыр ғой, Алтайыптар мен Дәрбайыптар ше. Ақтөбені не қылады ол кісілер? Түсінікті. Құрып кетер дейді ғой Ақтөбені. Қымбат демекші, өте қызық болып тұр. Қазір міне әріптестеріңіз айтты, 5000 теңге алатынбыз деп. Ал сіздің тарихыңыз қандай болды аға? Біз енді қымбат болғанда сол заманның өзінің бағасы болды. Біз жаңағы енді есептеңіз, біз үйден сағат 8-де шығамыз. Содан бастап есептесеңіз, таңғы сағат 6:30-да да кейде 8:30-да, сол 8-де кіріп келесің ғой енді. Жаңа несіне ғана. Сонда біздің бар жоқ алатын ақшамыз, сонша 24 сағаттың ішінде біз 20 сағат тойда ән айтатынбыз ғой, тоқтамай. Сонда біз бүкіл состав болып $100 шығатынбыз. $100 ол кездегі курс? $100 енді курсын қайдам, ол кезде $100 дегеніңіз құнан емес, дөнен емес, бұл құнанның ақшасы. Бір 14 000 теңге, е? Қазір біздікімен шаққанда. Сіздерден бір 3 есе жоғары ғой енді. 15 теңге бер керек те болды. Ол кезде $100-ның 8 теңге, 7,5 теңге, 6,5 теңге сондай болды. Оған көп нәрсе алады шығарсыз сол кезде. Бір жылқының ғой енді, жылқалар. $1000 алыпсыз ғой сол кезде. 300 тұрады ғой қазір. $1000 қаншаға бөлесің? Шопыр, видеокамера, тамада и Алтайыптар бәріне маған 2,000 теңгеден ақша тиеді. Сіз енді солистсіз ғой енді, главный. Маған 2500 теңге ақша тиетін маған. 2500 теңге бір сиыр келеді, е? Қаяқтан сиыр? Сиыр келмейді ғой. Қазіргі тариф қандай айтқандай сіздердікі? Енді бұлар біз музыкантымызбыз ғой, бұл кісілер музыканттар ғой. Біз енді шыны керек асабалық қызмет кейбірде атқарамыз. Негізі бізге айтады. Мәселен, Шыман апа болып тойға бару, басқару. Басқармаймын мен. Шыман апа басқармаймын, вықыт жасаймын. 800 000 теңге мен айтайын, ең арзаны. Ерболаттікі. Қойыңыз. Бір өзің қалтаңыз басасы. Ал Дәрбайыптар 800 000 теңгені 80 адамға бөледі. Мен апама берем. Қайсы апаға берем? Шыман апаға беремін, өзім аламын дейді. Келіншегіңе бересің, келін балаға бересің, сондай ма? Ол мәселе ода емес қой енді. Не болды қызар? Ең оңай жұмыс біреудің ақшасын санаған ғой негізі. Мәселе осыда. Қазіргі әншілер жақсы, мен өзім армандаймын. Мен де сіз сияқты жем ойнаймын аға. Фонограмма айтпаймын. Жоқ, мен сен туралы айтқан жоқ. Әр заманның өзінің жұлдызы, әр заманның өзінің қызығы болады. Біздің кезімізде Құдайға шүкір сол ақшаның берекесі бар. Сіздер әлі де шығасыздар ғой. Машина міндік, үй алдық, үйлендік, той жасадық, ешкімнен кем болған жоқ. Балаларыңызды аяққа тұрғыздыңыздар. Бірақ енді соны қазіргі замандардың ақшасын бүйтіп қарап отырған кезде қызығасын. Ой, қазіргі ақша емес, Өктемаға. Негізінде Өктемаға, Ибрагим аға, сіздердің еңбектеріңіз еңбек қой, негіз қазірді айтайын. Бұлар жаңа қазір фонограмма болып кетті ғой. Үйде міндетті түрде дайындық болады. Айтыңыздаршы. Дайындаламыз. Дайындық.
бір тойға бір аптадай дайындаламыз ғой. Мысалға да. Біреу синтезаторда ойнайды, барабанда ойнайды, бір әнді шығару үшін. Бұлай ешқашан тойға шықпағанбыз. Мысалға айтыңызшы, иә. Дайындық міндетті түрде бір үйді комнатаны беріп қояды, сол жерде дайындық міндетті түрде дайындық. Қазіргілердің де еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Жоқ деп атқан жоқ. Өйткені себебі мысалы маған бір кісілер айтады да, мен ана әншіні шақырғым келеді дейді. 800 мың теңге қымбат тариф қой негізі? Жоқ, мәселе ол ақшасында емес. Енді ол мысалы бір хит әншіні шақырғым келеді дейді, Төреғалиды, Қайрат шақырғым келеді дейді. Енді ол әркімнің өзінің ставкасы бар, дұрыс па? Мен олар жақтап атқан жоқпын. Өйткені себебі ол қайрат болу үшін бәленбай мың ақша салды ғой оған. Ербол, әңгіме ода емес. Осы кездегі олардікі де сіздер өйтіп біздер сөйттік демеңіздер. Қатты тиіп кетті дейміз. Мәселе қатты тиіп кетті жоқ. Мен просто ол кездегі заманның халықтың әлеуметтік жағдайымен қазірмен салыстыруға келмейді да. Сіз сол кезде мысалы сіз айтып 7,5 мың бір жылқы дейсіз, иә? Бір жылқы дейсіз 7,5 мың. Қазір бір жылқы 500 мың. Миллион, 1,5-3 миллионға дейін барады. Не дейсіз енді? Енді соны айтып отырмын. Соншама ғой енді. Уақыт деген бір орында тұрмайды. Мысалы мен кезінде $100 бардым десем, біреулерге күлі болуы мүмкін. $100 деген, мен мысалға 160 мың теңгеге бір үй сатып алдым. Үлкен 24 соттығым 160 мың теңгеге. Оның август айында бір айда ойнап, оны тауып, бір үйді тауып алғаны. Сол заман. Сол себепті қазір мысалы қазіргі әншілерге қаншаға барасын десе бәрі намыстанып үй алады да, қазір жарайды, қазір $10,000 барсын, $20,000 барсын. 20 жылдан кейін $200,000 баратын болады әншілер. Ол уақыт тоқтамай, сол себептен үй алудың да қажет жоқ. Сол біздің бір жылқының ақшасы қазіргі де сондай, дұрыс па? Жылқының бағасы өсіп жатыр ғой, дұрыс па? Октябрь мырзамен біздер бір курс жоғары оқыдып, әрдайым тек қана распевка азаннан бастап кешке дейін дайындық ізденіс. Ибрагим ағаны да білеміз. Мысалы, әрдайым дайындық үстінде сондай процесс жүріп жататын да. Әр жеке номерге соншама терең дайындалып, оның мазмұны, оның жалпы стиліне, оның формасына терең қарайтын жауапкершілікпен. Тіпті киіміне, иә? Тіпті киіміне. Міндетті түрде киіміне. Біз ән туралы айттық, салаттар туралы да айттық, бәрін айттық, енді киімге көшейікші, иә? Мен айтайыншы. Міне, Өктем ағаның киімін қарап есіме түсіп жатыр. Дәрбаевтардың, шын айтқан кезде жалпы бүгінгі бағдарламаға келудің өзі, қараңыздаршы, иә? Қандай ұқыптылықпен, қандай талғаммен келіп отыр. Сүйсіне қарайсың, шын мәнінде ғой. Ал сахнаға шыққан кезде ол тіптен бөлек нәрсе. Сондықтан да қазір тағы да бір керемет әсерге бөленейік. Сол 90-шы жылдардағы тренд болған сәнді бірге тамашаласақ, біздің модельдеріміз бүгін арнайы сол киімдерді іздеп, тауып, сіздер үшін киіп келді. Ендеше қарсы алыңыздар 90-шы жылдардың сәнділері. Жалтыраған костюм киген жігіт 90-шы жылдардың символы іспеттес. Ай, осы бір ханшайымның прическасына мән берсек, әдемі кекіл әрбір қыздың сәні болды. Не деген күртеше, не деген кең иық. Міне енді қаланың қыздары келе жатыр. Қошеметтейік. Ауызда сағы сол міндетті түрде әдемі кекіл. Ол кезде осы спортивкаларды алу қандай арман болатын, ең сәнді. Бұл жігіттеріміз, тойға дайындалған ару қызымыз. Дұқал, қошемет. Енді мен де сіздермен бірге бір жүріп өтейін, Қанекей. Өйткені арнайы бүгін сіздер үшін киіндім. Әсіресе міне иықтарыма мән беріңіздер. Ал кеттік бәріміз бірге алға.
қол қошеметімізді танытайық. Ана, қыздардың киімін көріп, класстас қыздарымды көргенде. Бүгін біздің студиямызда Дәмеле ханым өзіңіз арнайы келіп отырсыз. Айтыңызшы, сол кездегі стиль мен қазіргі стиль. Шын айтқан кезде ұқсастық бар. Қазір сол бір, мынау әсіресе спортивкалар бір сәнге оралып жатыр ма деп ойлап қаласың. Енді мен ол кезде кішкентай болдым ғой. Бірақ та енді қазіргі таңда дизайнерлер өте көп. Қазіргі заманауи мен бұрынғы 90, 80, 70 болсын, сол жылғы көйлектерді қайтадан сәнге айналдырып, бірақ кішкене бір өзгерістер бар арасында. Жаңа өздеріңіз Өктем аға айтқандай, класстастарым дегендей, осы киімдердің бәрі қазір сәнде, күнделікті предапарт естімде. Осылай киіп жүре берсек болады ғой. Енді астарлы хатты осы бір плечиктермен жүргізейін. Әр адамның өзінің талғамына, дене бітіміне, бойына, толықтығына, арықтығына қарай тура осы киімдерді өзі талғап кисе болады. Мысалы, жаңағы ер адамдар бірінші шыққан жігіт атластан киді. Ол заманда, мысалы, 90. Жалтыратып, е? Иә, жалтыратып. Бірақ ол костюмді қазір күнделікті кие алмайды ғой жігіттер. Олар тек тойға тапсырыс беріп, арнайы тігу арқылы, жаңа бір жылтырғып, ана әншіден өзгеру. Жарқын түстерге, әсіресе қыздардың чолкаға құмар болуына. О кездер енді. Не айта аласыз? Неге? О кездер. Қараңызшы, қалыңдығымыз қандай әдемі кекіл қойып отыр. Енді ол кездер мен өзім есімде. Лак жоқ қой ол кезде, қыздар, естеріңізде ме? Қантқа, суға қант араластырып. Қантқа суға араластырып, қатырып қоятынбыз. Өзіңде кекіл болған ба? Менікі қатты болған. Ең қатты. Анау. Сіздікінен де жоғары болған. Әпкелеріміздің шашына осындай қатыратын ат не деп айтшады? Прелесть кейін шықты ғой, прелесть. Сондайды бізде шебердің шашын өйтіп қайырып алады. Енді сәл сепсеңді жетеді деген оны, а оны біз соңында дейін де. Шекермен ана тас соқып қалады шашын. Шаш тас соқып қалады. Әшін сәл сепсеңді жетеді ол. Оның иісі қандай әдемі еді бұл, ә? Қазір мысалы тағы да осы мына сіңіліміздің мысалы киім киіп отыр ғой, той көйлегі дейді. Ол қазіргі заманда мысалы тоже қалтаға қарап киінеді ғой, жаңа невесталар. Олар мысалы арнайы шетелден тапсырыс беріп, арнайы бренд осындай дизайнердікі деп тапсырыс берсе, қазір ол енді жаңа тренд деп жатырмыз ғой сондай. Ал бұрынғы өзіміздің мамаларымыз, мысалы әпкелеріміз, оларда енді андай аты бар дизайнерлер болғанда шығар ол кезде, бірақ көбінесе үйде тігетін апайларға тіктіріп, арзан матадан жаңағы капрон деп атамыз ғой. Ал қазір апасының көйлегінде киіп алатындар болатын еді, апасынан қалған көйлекті өзгертіп, солай кет. Және ол кезде кірпік жалғау, грим жасау деген өте болмаған сияқты. Енді қазіргі таңда кез келген қыз бала еліктеп, міндетті түрде гример шақырып, шасын қазір үлгідей жасап. Майкап деп бағарсың. Али апай, ал сізде ше, кекіл сол кезден қалған кекіл ме? Сол кездерде біздің кезімізде шашымыз химияға беретін болды ғой. Ана шашымыз күніге жуын керек, оны жөндеу керек, үлгеремайсың, мұнияқтың келінің рөлін атқарып жатасың ғой, бір түске шейін тамақ. Кей кездерде суббота күні не күндерге апамыздан сұранып шашымызды неғып келейік, ана қалаға бар. Ойралатып келіп, жоқ, химия жасатын. Химия жасататын. Енді ол қымбат ол кезде. Химия мода еді ғой. Шашын көтеріліп тұрады, тараудың қажет жоқ. Бира болады, шаш ана плойка самайсың ғой. Кәдімгі шашыңды жуасында әдемелеп тарап-тарапсың, өз орнына келе қояды. Ибрагим аға, айтыңызшы енді, сол химия жасатқан Әли әдемі, әлі қазіргі Әлияңыз сондай сұлу ма? Қазір шығар, қазіргі. Қазір ұнайсыз, көрдіңіз бе, керемет. Қазіргі таңда жалпы карантин, пандемия, шын айтқан кезде той индустриясына өзінің қатты әсерін тигізіп жатыр. Әсіресе Шымкент жақта тойханалардың жабылып, басқа мақсатта сол ғимараттарды пайдаланып жатқан құбылысы белең алуда. Біз осы бір тенденцияны зерттеп көрген едік, қазір экранға назар аударсақ. Дүниені дүрбелеңге салған коронавирус індетінің дүмпуі елдегі той бизнесті де біраз қыспақ қалды. Ал Шымкенттегі бұл тойхана бір-ақ күнде мектепке айналып шыға келді. Енді бұл элиталық мейрамхана қонақтарды емес, оқушыларды қабылдаймыз деп шешіпті. Банкеттік бөлмелерге парталар мен тақталарды орналастырған олар. Енді мұнда балғын балалар білім нәрімен сусындайтын болады дейді. Әкімге арыз жазып тастадық.
Осы жаз айында, шілде айының аяғында тастадық. Содан кейін әкімнің қаулысы шықты. Негізгі мақсатын барын ауыстырдық. ССТен бәріне комиссия келді, лицензияларын бәрін алдық. Қазіргі енді сыйымдылығына қарай қабылдап жатырмыз. Мінекей, Шымкенттегі ерекше елең еткізер оқиға, тағы да қайталаймын, тойханалар мектепке айналып жатыр. Жалпы тойхана иелеріне сіздердің берер кеңестеріңіз қандай, және осы бір пандемиядан кейін той индустриясы қалай өзгеруі мүмкін деп білесіздер? Уақытша нәрсе шығар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де мынау пандемия кезінде, карантин кезінде халықтың өзі де өзгерген сияқты, менің ойымша, халықтың көзқарасы жалпы барлық нәрсеге, тек қана өнерге емес, жалпы ақшаны да үнемдеуді білдік қой. Біздің өз басымнан айтайын, осы карантинде өткенде қатаң карантин болды бізде. Сол кезде бір ай үйден шықпай жатқан кезде жатып ақшамды есептедім, ақшам неге қайда шашылып жатыр. Болмайтын жүрістер, ары-бері жүрістер, тамақ, енді қайда болсын сонда шаша береді екенбіз ақшамызды. Сондай нәрселерді бізге көрсетіп берді. Сұрау бар судында дейді ғой, біз ысырапшыл болғанымызды да көрсетіп жатыр. Қазіргі тойдың хал жағдайы қалай болмақ? Отау құрып, от шашуға дейін шашып той тойлайтын қазақтар енді не істейді? Үйлену тойлары тек үйде ғана өте ме? Бұл сұрақтарға аздаған жарнамадан соң жауап береміз. Думандатып миллионға тойхана жалдап, дастарханды тәттімен толтыратын уақыт саябырсығандай. Себебі әлемде болып жатқан соңғы оқиғалар той бизнеске де өзінің зиянын тигізбей қоймады. Алайда тойсыз өмірін елестете алмайтын біздің халық оның да амалын тапқандай. Қымбат тойхананы қарапайым палаткаға алмастырды. 90-шы жылдардағы таза ауада өтетін тойдың уақыты қайта келгендей. Толығырақ экранда. Заманың түлкі болса тазы боп шал. Елімізде тойханалар уақытша жабылғанымен бұл жағдай тойшыл халықты еш тоқтатпады. Оған да амал тапты. Тоқырау жылдарындағы той стилін қайта әкеліп алды. Үй алдында құрылған брезент палатка, ағаш үстелдер мен ұзын сонар жайылған дастархан, тіпті синтезатор тартқан музыкант ағай да осында. Жаңа жылды қалай қарсы алсаң, тұтас жылды солай өткізесің деген сөз бар. Тышқан жылын 90-шы жылдың стилімен күтіп алған мына кісілер қазір сол стилден арылмай жүрген болар. Тойдағы кафель төселген биялаңын қара жерге айырбастаған мына бір той иелері тіпті ерекше. Тойды палаткада өткізгенімен қоймай, сол заманның әуенінде осылайша қайта келіпті. Өзгеден ерекшеленім деген тағы бір той иелері киіз үй ішінде той жасауға да болатынын көрсетті. Бірақ енді мен өзім ойлаймын, бұл пандемияда бітетін шығар. Қайтадан бұл қазақ бар тапқан, таянған тойға ғана бұйырсын деген халықпыз. Қайтадан сол бұрынғы той келетін шығар. Тойдың форматы өзгеретін шығар деп ойлаймын. Өзгереді ол. Формат өзгеретін шығар деп ойлаймын. Қандай өзгерістер туралы? Біріншіден, ең бірінші, қазір жаңағы 50 адам, 60 адамнан аспайтын, 50 адамнан аспайтын той болып жатыр ғой, көріп жатырмыз. Сол адам аз болған тойда той қызық өтеді деген сөздерді естіп жатырмыз. Біріншіден, бірдестен жаңағы адамның саны шектелу соған кетеді. Ең жақын, е? Одан кейін біз қазір осы әлеуметтік желі арқылы пайдаланып, біз өзіміздің топ аштық, жанды дауыс деп аталатын. Бүкіл Қазақстан музыканттарын жинап сол біз чат аштық. Сол чатта қазіргі тойларға қайтадан осындай жанды дауыста қызмет жасау форматын біз халыққа ұсынбақшымыз. Яғни әрқайсымыз біз аспапты меңгергенбіз, барлық әншілер. Солар өзімізді жаңағы WhatsApp арқылы бүкіл Қазақстанға таратып, Құдай қаласа, пандемия біткеннен кейін қайтадан мынандай үлкен сахнадағы ансамбльмен сөйтіп тұрамыз ба деген ойымыз бар. Соған атсалысып, соған қызмет жасап жатырмыз. Өте күшті, иә? Қараңыздаршы, жанды дауыс қайта тойға келуі мүмкін.
Дина қайтадан осы палат. Сәкен, сіздерде ше қандай жаңалықтарыңыз бар? Бізде де. Сіздердің болжамдарыңыз қандай? Енді болжам бойынша, енді менің өзімнің ойым, мен осыдан 2 жыл бұрын Шымкентке тойға бардым. Халық 500 адам сондай тойлар басқарып жатыр. Қайта-қайта барып тұрамыз тойларға. Сонда байқағаным, халық тойдан шаршаған. 2 жыл бұрынғы пандемия басталмай тұрып, халық тойдан шаршаған. Жаңа саттар айтқандай, қарауға ерініп отырады. Жаңағы ой, мынау кім деген сияқты, жаңағы асабаның сөзін тыңдауға шаршап отырады. Досым дедім, асаба досым бар еді, көресің дедім, 1-2 жылда Шымкенттің тойы тарс етіп тоқтайды дедім. Қазір салыстырмалы түрде қарасақ, палаткадегі далада таза ауада болған той мен тойханада болған тойдың айырмашылығы мынандай. Аурасында. Біз енді далада болдық қой. Қазіргі жастар мүмкін даладағы тойда болмаған шығар. Далада бірінші таза ауа. Екінші ең басты мәселе ансамбльдің дауысы, жалпы тойда шығатын акустика өте жақсы болады. Таза болады. Даланың акустикасы. Ол қанша қатты қойса да сенің миыңда ашты, құлағыңда ауыртпайды. Екінші, музыка ойнап тұрған кезде сен қасында көршіңмен, болмаса нағашыңмен емін еркін осылай сөйлесіп отыра бересің. Яғни тойға келген қонақтардың арасында бір-бірімен контакты бар. Үшіншіден жаңағы темекі шегетіндер бар, басқа қылатындар орында отырып шеге береді. Мысалы ұялмағандар палатаның артында тұрып шеге беретін. Бірақ енді ол кезде тойдың біріншіден акустикасы, екіншіден таза ауа, үшіншіден адам саны аз болатын. Осы артықшылығы, айырмашылығы. Қазіргі тойханаға былай жасайды ғой. Мен барлық жүрген жерде айтып жүрем. Біздің тойхана жасаған кезде, бірінші тойхананың проектісінің архитектурасын сызған кезде, қанша адам кететін тойхана саламыз. Адам санын көбейте берейік. 500-800-ге дейін сиятын. Бірінші соны ойлайды. Адам санын ойлайды. Яғни 800 адам келсе 800 адамнан 80 миллион теңге ақша түседі қалтамызға. Ал оны мен былай айтам әрқашанда. 800 адам болсын, 500 адам болсын, бірінші залды акустикасын соған туралау керек. Бізде мысалы опера, балет театрлар бар, кинотеатрлар бар. Қараңыз, кинотеатрға барған кезде болмаса концерттік залдар бар. Сол сияқты бірінші акустикасына қарау керек. Мына жердің акустикасын өзі қандай тамаша болып тұр да мысалы. Акустикасы жақсы болатын болса, адамдар музыка тыңдап, ләззат алып, рахаттанып отырады. Ана жерде кіргізеді, одан кейін тойда бір 200-500 адам отырады, 500 адамға ана жерге қойып қойған аппарат тұрады. 5000 адамның жиналған жерге қойылатын үлкен өте күшті аппарат қойып қояды. Оның герці құлақтан ұрған кезде сіздің миыңыз шыдау мүмкін емес. Сол себептен біздің аталарымыз, әжелеріміз шыдамайды. Жай қой дейді. Ал жай қойсаң төрге жетпей қалады дейді, сөйтеді олар не істейді? Тамада қылғанады. Сыртқа шығып кетеді, қарап тұрсаң тойға келген бір 200 адам сыртта жүреді ғой, дұрыс па? Музыка миыңды ашып жатыр. Музыка миыңды ашып жатыр. Содан шыдай кетеді. Өктем аға, мына таяқтың 2 ұшы бар ғой. Өткенде мен осыдан 1 ай бұрын осы Талдықорған жаққа бір тойға бардым. Кәдімгі 90-шы жылдардағы той тура осылай палатка неге жазып қойған кілемге. Палаткамен кәдімгі тура ауылдағыдай той. Бірақ енді таяқтың 2 ұшы бар. Өйткені себебі ресторанда болған бір жақсы жері бар да. Адам келген қонақ, жарайды ана үйдің иесі, үйленіп жатқан жігіт тамада емес. Келген қонақ өз-өзін сыйлап, қой қазір ана кімнің Динаның баласы үйленіп жатыр. Дұрыс киіміміз киіп барайық деп біріншіден өз-өзін сыйлайды екен да. Мен сол кезде көзім жетті. Екінші жаңағы тойханаға істеген бір жаман жағы, ол той істеп жатқан, үйленіп жатқан жігіт шығынға ұшырамайды. Тойға барған Өктем аға, сіз де шығынға ұшырайсыз. Ана жерде қазір бүркіттің баласы үйленіп жатыр. Қой анау жаман ескі немді алмай, жоқ дегенде 6 мыңға космича бар аласыз. 7 мың, 8 мың туфли жоқ шығар қазір. 15 мыңға туфли аласыз, 15 мыңға рубашка аласыз. Сонымен оның той анасы бар беретін, сонымен 120 мыңға бірақ түсесіз. Бір киген көйлекті сосын кие алмайды ғой басқа жаққа, иә? Оны ер адам кие береді, бірақ әйел адам миды жейді кимейді. Ойбай, десеш соны айтсаш. Одан кейін екінші палаткідегі тойдың жақсы жері шығын болмайды. Бірақ адам өз-өзін сыйламайды екен. Ана жерде көрдім менше, анау кәм жын шұлық дейді ғой. Жын шұлықтың сыртынан шүлікпіні киіп алған, жаңағышы басына құлақшынды киіп алған, арақты қойып алған. Тура 90-шы жылдарды осыдан 1 ай бұрын көрдім ғой, бір ауылда атын айтпай қойған ауылдың. Мен действительно енді адам өз-өзін сөйтіп жаңа психологически палатка деп алады, қойшы деп күфайкісін іліп алған, бір екеуі жүр қазан ошақтың басында.
әдемі локация да. Ол енді Ерболат ауылдың балдары шығар, сол ауылдың. Енді бәріміз ауылда шықтық қой. Баяғыда біз тойға келген кезде жаңағы ансам ойнап тұрасың. Құдашалар келетір дегенде, әдемі киінген қыздарды көресің. Жаңағы жеңгейлер, ауырасқандай. Жоқ, дұрыс қой, оның бәрі. Мен айтып жатқаным жаңағы, ол енді мәдениет жағын айтып жатсың ғой. Жаңағы кейін неге осы палаткадан тойханаға көше бастадық? Өйткені ауа райының қолайсыздығы 90-шы жылдары өте өзі жуанның жіңішкеріп үзіліп жатқан замандары. Жаңағы біріншіден далада істеген тойдың бір қиын жері, бір ай шашылып жатады есігінің алдында, оны жинау керек деген, ол бір, ал тойханаға істесең, жаңбыр жауып жатса да, қар жауып жатса да, келген қонақтардың жаңағы кім айтқандай қыздарымыз аяғына шпилькасын киіп келіп, емін еркін жаңағы билеп, әдемі киім киіп сөйтіп шыға береді. Сондай айырмашылықтар бар. Тойханада өткізесің бе, әлде палаткада өткізесің бе? Отыр ғой. Мен негізі Ерболағанның сөзіне қосылам. Жанында отырмын ғой десе? Жоқ, жанында отқанда емес, мен қосылам. Өйткені әдемі жерге барып, әдемі киінген, таза жердің тамағын жеген, оқыған адамдар тамақ жасайды ол жерде. Анау-мынау келмейді. Мен әдемілікті жақсы көретін адаммын. Сондықтан тойханада жасайды. 95-ші жыл болған тойда мына қыздың үстінде көйлегі нашар деп. Кім айтты? Ол замандағы киіммен. Бүркіт сол мектепте мал тазалап жүргенде көйлегін киіп барған жоқ қой. Сіздер шатаспаңыздар. Әр заманның өзінің сәні болады. Әр заманның өзінің киіті бар деген сияқты ғой. Бірақ десең, сөзімді аяқтай салайын аға, иә? Гүлмира, қара. 20-25 жыл бұрын болған тойларды айтып, қазір бізге бір сондай бір қызық, бір күлі-күлі, сол заманның адамдары. 25 жылдан соны айтайын деп отырмын ба? Сол заманның адамдары бір құлағым бір не басып кеткен, бір сондай бір мәдениетсіз көрсетудің қажет жоқ деп ойлаймын. 25 жылдан кейін сіздің де түріңіз тура осындай болады. 25 жылдан кейін сіздің балаларыңыз қандай болады? Гүлмира ханымның киіміне жаман деп айтқан жоқпын. Ерболат мәдениетті болып барып отырмын тойда дейді ғой. 25 жылдан кейін Ерболаттың балдары айтады, біздің папам тойға бүйтіп барған, өйтіп барған. Сонымен сіздердің сөздеріңізден ұққанымыз ең алдымен тойға баратын адам өзін сыйласа, баратын жерін сыйласа, мәдениет дегенді біліп, эстетика тұрғысынан өзіне де қарап тұрса, өйткені қонақты қарсы алып жатқан кезде қонағыңның қалай келгені сені құрметтеп келе жатыр ма, ол да әрине сол тойды ұйымдастырушыға тікелей өзінің әсерін тигізеді. Біздің айтпағымыз кредит алып қарызға батпасын қазақ елі. Ең бастысы осы. Және туыстар арасында ынтымақтастық арта берсін деген тілек. Өктем аға, бүгінгі хабарымызды біз Дәрібаевтар отбасылық ансамблімен ашқан болатынбыз. Енді бүгінгі осы бір астарлы хат деген тойды өзіңіз жауап берсеңіз. Антрактіде Бүркіт ағаммен Гүлмира тәте болып дейсіз. Иә. Өктем аға, сізден қандай ән болар екен? Онда сол баяғы 90 жылдар айтқан Ақсәулем болған әнді орындап берейін, Ақсәулемді орындайын ба? Ақсәулем? Ақсәулем болса Ақсәулемді орындайық. Тойханада әлде палаткадағы тойма бәрібір жастардың бақытына мұның еш әсері жоқ екендігі ақиқат. Ендеше көрпемізге қарай көсілейік. Ең бастысы қазақтың тойы болсын, бірақ ысырап болмасын.